Mына алдарыңыздағы 99 түрлі астам бүгін сіздердің құрметтеріңізге жайылған. Тура осындай дастархан көрген шығарсыздар, бірақ бұл дастарханның ерекшелігі осы сіздер үшін бір ерекше құрметпен, жақсы ниетпен жайылған әдемі дастархан. Бұл дастархан осы бала серменен Айжанның бақыты үшін жайылған әдемі дастархан. Осы дастарханнан дәм татып, бүгін дастарханнан дәм алып, құдалық тойдан дем алып, көңілді кеңге салып, әндетіп, сәндетіп, көңіл күйді бір жоғарғы деңгейде ұстап, сіз бен біз бір керемет тойлаймыз деген ойдамыз ағайын. Маңдай тері төгілген, той қазақтың ырысықты сепілген, орын алған құда жекжат ағайын ақ дастархан ұлы тойдың төрінен деп, бісміллә деп мақтауды қаққарладық, сөнбейді жаратушы жаққан жарық. Біз қазақ осы күнге жету үшін сауын ғасыр алашын деп аттандадық. Қайтпас қайсар қаһарман қасқыр елміз, ешкімнің табанында тапталмадық. Көкке жетті төбеміз Керей Жәнібек, қандығымның қазығын қаққанданып, ассалаумағалейкум қазақ дейтін арайлап, азаттан атқан халық, мәңгілік ел болуға жоспар құрып, мәңгі ұмытылмас той жасап жатқан халық деп, той жасаған елге де бір шапалақ қосып жағайын. Енді бүгінгі шаттық мереке, бүгінгі міне сіздерді төрге алып, құшағын ашып, ел болып құрметін жасап жатқан бұл 12 ата Сергелден тараған бұл батырлар елі сіздерге жалпы қыз өсірген елге деп алғысын білдірейік, құрметін көрсетейік деп мені төрін алып жатыр. Алдында басқаша жолында да сыйласқан ел едік. Енді құда жолымен сыйласудың күні туды деп, бүгін сіздердің құрмет деңгейлеріңіз тағы да жоғарылап жатыр. Бұның өзі сіз бен біздің арамызды одан да жақындататыны өздеріңізді көргенде, біз де сол ауылды жерде дүниеге келген азаматтар ғой, сол ауылымыз сағынған, бір сағынышымызды басып тұрғандай, бір әнге, көңіл күйге бөленіп, шырқайық деп тұрмыз. Қабыл алыңыздар ағайын. Құдалық жасай берсін ағайын. Arayın düğme basmanın, aralasan da cer-cerде, ақ ұзала
Şastық шағын қайда едім, жүрегімді елжіреткен, жаным қандай жайда едім. Нұрилабал, қамалымай, күндей ашық жанарымай. Қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдаған хабарына қарадым ба. Нұрилабал, қамалмай, күндей ашық жанарымай. Қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдаған хабарына қарадым ба. Байқап тұрмын. Енді өзіңізді қандай керемет анасыз, Құдай қаласа сол келіндеріңізді өзіңіздей қылып тәрбиелесеңіз, келіндердің алды болады деп мен айта аламын. Сондықтан да ағайын, ұлың жақсы болса бір бақыт, оның алған жары жақсы болса, ол мың бақыт дейді екен. Құдай қаласа біз ойлаймыз, мың бақытымыз келіп жатыр. Міне құтты болсын дейік. Сөз өзіңізден берейік. Sağımdım sağım vakit, havattın canım bakit. Ağla uyanım, karlığa şuyan, iz alıp vermedimi. Yolunuzun kömürüm, vakıtım ömrüm, arsal ben vergedimi. Sağım yıllar, sağım yıllar, sende bir arman, sende
мен де күйеу балам сен сияқтамада осынша жұрттың көңілін табу оңай емес жаным. Еңбегің жана берсін, өкіне ауыл жаңағы ырғыз ауылының үлкені бар, кішісі бар. Күйеу бала келеді дегенде шапалақтап, қошеметтеп, артынан той қылып күтіп алады деген. Жылдар өтсе де құрметі үзілмеген күйеу баласы риза болып жүріп бір күні сол ауылдың үлкені сұрапты. Мен күйеу бала болсам да, маған деген құрметтеріңіз ерекше. Мені бәріңіз жақсы көресіздер. Бұның құпиясын білсек бола ма деп сұрапты. Сонда жаңағы ырғыз ауылының үлкені олай деп бір ауыз сөзбен түсіндіріп жатыр дейді. Егер де жақсы болсаң, бүкіл мына ырғызға күйеусің, жаман болсаң ол белгілі бір қызға ғана күйеусің деген екен. Сол сияқты біздің де мына ұлымыз сіздерге де сондай абыройлы, құрметті, сыйқым елінің менмін деген сондай абыройлы күйеу баласы болсын дегенге келіп отыр. Енді жақсы ниет, жақсы тілек айтайық. Мына ағайынның дастарханында да жақсы тілек білдірейік, құрметті құдалар. Мен сөзді құдалар жағына қарай жалғастырып отырайын. Осы көштің үлкендерінен тағы да мен енді жол-жолыменен ұсына кетейін. Енді ағайынның дастарханында бәріміз төрт көзіміз түгел сөйлемедік қой демейтін шығарсыздар. Бірақ дегенмен де бір ауыз тілек осы үлкендерінен. Бұл жағымда да түп нағашысы бар. Қалдыкөлде үлкен, мына апаға берейік.